Жан түршігетін жазбалар. Марқұмдардың мәйіті табылған үй. Атыраудағы трагедия жайлы жаңа дерек шықты. Атырау облысында жұмбақ жағдайда із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Журналист Жанат Молдашева елді алаңдатқан оқиғаға байланысты желідегі парақшасында жаңа жазба жариялады. Жангелдиндегі трагедияға қатысты әлеуметтік желі қолданушыларынан түрлі бейресми ақпараттар келіп түсіп жатыр. Жан түршігетін жазбаларды 20 күннен астам уақыт оқып отырмын. Оның рас өтірігін анықтау әзірге мүмкін емес. Туыстары әр жерде айтылып жатқанның көбі жалған екенін айтады. Қазір құзырлы органдар ешқандай мәлімет бермейді. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сүйенеді. Бірақ жоғалғандар Наурыз, Мейрамгүл, Ақбаян мен күдікті Сұлтан Сәрсемалиевті іздеу жалғасып жатыр. Тоқтаған жоқ. Жангелдин ауылындағы қылмыс болған, марқұмдардың мәйіті табылған үй түгелдей тінту жасалды ма деп Атырау облыстық прокуратурасынан да сұрадым. Оларда толықтай 2 рет, соңғы рет өткен аптада тексерілгенін айтты. Неге үнсіз қалды деп күні-түні жазып жатқандар бар. Бұл қанды қылмысқа қатысты құзырлы органдар тарапынан ресми мәлімдеме болса, міндетті түрде бөлсемін. Кейде мұндай қылмыстар жылдар бойы тергеп тексерілуі мүмкін. Сондықтан сәл күтейік. Күдікті қолға түссе, бәрі де белгілі болар, деп жазды журналист. Қадірлі көрермендер, бұл жазбаны оқығанда қоғамның неге алаңдап отырғанын түсінуге болады. Адамдар нақты ақпарат күтеді, себебі жоғалған адамдардың тағдыры ешкімді бейжай қалдырмайды. Жанат Молдашеваның айтып отырғаны дәл қазіргі жағдайдың шынайы көрінісі. Әлеуметтік желіде түрлі әңгіме көп, бірақ олардың бәрі бірдей рас емес. Туыстарының өзі тараған ақпараттардың көбін жалған деуде ойландыруы тиіс шығар. Осындай кезде эмоцияға беріліп, біреуді кінәлай салу оңай, бірақ ол шындыққа апармайды. Тергеу жүріп жатқан кезде ресми органдардың үндемей отыруы заңның талаптары шығар. Бұл істі жапты немесе ұмытты деген сөз емес. Бір жағынан үнсіздік кейде қоғамды одан сайын күдікке итермелеуі де мүмкін. Бірақ бұл ауыр қылмысқа қатысты тергеу екені де естен шықпауы керек. Үйдің 2 рет толық тінтілгені, іздестіру жұмыстарының тоқтамағаны істің бақылауда екенін көрсетеді. Мұндай істер бір күнде шешілмейтіні анық. Күдікті қолға түспейінше көп сұрақ жауапсыз қалады. Сондықтан дәл қазір сабыр сақтап, жалған ақпаратқа ермей, ресми дерекке ғана сүйенген дұрыс деп ойлаймын.